Құрметті көрермендер, бүгінгі менің видеом бауырдан жасалған салатқа арналмақ. Бауырдан жасалған салатты пісіру үшін бірінші бауырды суға қайнатып алып, осылай соломка қылып тураймыз. Және оған осындай морковты да турап дайындап аламыз. Молырақ морков бола берсе болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жуа қосуға болады, бірақ біздің үйдің адамдар жуаны көп ұнатпайтындықтан мен жуа қоспаймын осы жолы. Ал кеттік ендеше. Қызып тұрған майға бір қайнап соломкамен туралған бауырды салып қуыра бастаймыз. Бауырдың әбден қарайып қуырылғаны байқалған кезде ғана сәбізін саламыз. Сол кезде сәбізбен бірге қуырып аламыз. Ал бірінші біздің бауырымыз қуырылу керек. Келесі кезек сәбізбен бірге қуырамыз. Сәбізін мол қылуға да болады, егер балаларыңыз жақсы көрсе, әрине. Бұл салат бұрынғы қазақтың палаткада болатын тойларында көп кездесетін салат. Мен бұл салатты жиі әзірлеп тұрам, өйткені мен балаларым бауырды бұлай жемейді, ал осы салат кезінде бауырды жақсы жейді. Сондықтан мен осылай қыста болсын, жазда болсын сойылған малдың бауырлары морозилкада бос жатпасын деп, осындай салат жасап тастаймын. Сіздерге де айтарым сол, балалар бұны жақсы жейді. Бауырымыз қуырылып болып қалды. Тұзын, бұрышын салам қазір. Ал қалауларыңызша приправа салуларыңызға болады. Оны да приправаны мен көп үйдегілер ұнатпайды, сондықтан мен тек қана тұз, бұрыш салам. Бұрышын молырақ салуға болады. Бұрышпен дәмдірек болады. Сондықтан неғұрлым бұрышты молырақ салған абзал. Енді бірақ асқазаныңыз көтермесе әрине болмайды, бірақ дәмдірек болады бұрышпен. Міне астын сөндірдім отымның. Сәбізбен бауыр дайын болды. Ендігі кезек суда піскен вермишель. Егер үйде болса, спагетти салып жіберуге болады, бірақ менде бүгін спагетти таусылып қалғандықтан кәдімгі вермишельді суға пісіріп, тұзын салып, салатымызға қосамыз. Осылай араластырамыз. Әдемі салат шығады. Осылайша салат дайын болды. Майлы, тұзды бұрышты, сәбіз, қалауыңызша жуа, бауыр қосылған салатымыз дайын. Бұл тағы да айтайын, бұрынғы 80-ші жылдары қазақтар тойды палаткаға жасаған кезде, палаткадегі ең бірінші тағамның бірі, салаттардың бірі осы бауыр салат болған екен. Ал видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписаться кнопкасын ұмытпаңыздар басуға.